Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бешбармаққа қамыр илейтін боламын. Және де одан басқа бірнеше нан жаю кезінде, бешбармаққа қамыр дайындау кезінде бірнеше лайфхакпен бөлісетін боламын. Ал онда видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге қайнап жатқан сорпамызды керек мөлшерде алып аламыз. Және де алып сәл кішкене жылы болғанша суытып қоямыз. Сол жылы күйінде алдымен тұзымызды араластырып аламыз. Содан кейін бізге керекті қылып қамырымызды илейтін боламыз. Қатты болса қаттырақ қылып, жұмсақ болса жұмсағырақ қылып. Ал менде мында илеген қамырым қатты қылып иледім. Және де бұл қамырымыздың бір ерекшелігі, мен сіздерге айта кетейін, ешқандай да жұмыртқа қоспаймыз. Ал сорпаның кішкене майлы жақтарын бетінен алатын боламыз. Сонда бізге қамырымыз піскен кезде майлы сорпа қосқанымыз үшін, майлы сорпамен илегеніміз үшін қамырымыз ешқандай да қолға да жабыспайды, және де піскен кезде езілмейді. Ал енді қамырымыз илеп болды, қамырымыз сәл кішкене уақыт тынып демалсын. Жақсылап тынған қамырымызды алып, енді ұн сеуіп отырып, үлкейтіп жаямыз. Ал енді бірінші қамыр жайған кезде лайфхакты көріңіздер. Екі шетін осылай дәл видеодағындай жинап аламыз. Ортасынан алдымен ұн сеуіп, екі шетін қайырып осылай жаятын болсақ, бізде ешқашанда қамырларымыздың шеті қалың болмайды. Шеті алдымен бірінші жұқа болып жайылады. Және де бізде қараңыздар, кішкентай оқтығымен мен қаншалықты үлкен көлемде қамыр жаятынымды және байқауға болады. Осы біздің алғашқы лайфхактарымыздың бірі. Қараңыздар, қамырымыз қандай үлкен көлемді болып шықты. Және де бізде қамырымыздың шеттері ешқандай да қалың емес. Және келесі лайфхактарымыздың бірі, міне қамырымызға бізге бешбармаққа кескен кезде осылай ортасын бір кесіп жібереміз. Ол дегеніміз, сорпаға салған кезде 2-3 қамыр салып араластырып тұрмаймыз. Сорпаға салған кезде, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, ортасы кесілген болғандықтан бірден өзі сорпаның астына қарай батып кетеді қамырларымыз. Ешқандай жұмыртқа қоспасақ та біздің қамырларымыз жабыспаған, себебі ішінде майлы сорпамен иленген, жұмыртқа болмаса да езілмеген. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.